Зере туылмай тұрып, әке шешесі ажырасып кеткен еді. Анасы ол кезде Зереге жүкті екен. Зереден 2 жас үлкен ағасы бар. Бір баласы сыртта, біреуі ішінде. Анасы Майра ажырасып, әкесінің үйіне келеді. Майраның анасы жоқ, әкесі ғана бар. Қайтып келген қыз қайда сыйсын? Зере туылғанша әкесінің үйінде отырып, кейіннен ағалары 2 бөлмелі үй салып береді. Майра сөйтіп өзі 2 баламен бөлек өмір сүре бастайды. Балалары 5-7 жасқа толғанша Майра үйде отырып, көрпе көктеп тоқу-тоқып отырды. Зеренің ағасы бейбарыс мектеп табалдырығын аттағанда Майра біраз қиналды. Тапқан тайынғанын тамаққа жұмсайтын, әкелері мүлдем алимент төлемейтін еді. Содан Майра жұмыссыздықтың салдарынан еден жуушы болып орналасты. Бос кезде бейбарысқа сабақ үйрететін. Зере болса, сол сабақты ағасынан бұрын үйреніп алатын. Өте пысық болды. Жұрттың көңілін тауып, анасы жұмыстан келгенде ән айтып би билеп беретін. Беліне секіргішін байлап алып жүретін. Майра қонаққа барса Зерені тастамайтын. Сол қонақтарға секіргішін микрофон қылып ән айтып би билеп, оларды біраз күлкіге батыратын. Олардың бәрі менің қызым бол, саған шоколад, конфет берем деп Зерені құшақтап, сен менің қызымсың, қайтармаймын деп ойнайтын. Зере анасынан әкем қайда, неге бізбен тұрмайды деп сұрайтын еді. Майра, әкең алыста, жұмысқа кетті, бір күні келеді дейтін. Соған Зере сенетін. Ағасы өте аңқау, момын. Зере өте тентек болды. Тентектігі сонша, анасы жұмысқа кеткенде оның әдемі орамалын қиып, көйлегін қиып, қуыршағына көйлек тігіп беретін. Одан қалса кәмпит ұрлап жеп, ағасына жаба салатын. Бір күні үйді өртеп жібере жаздаған күні де болған. Содан анасы балаларын көрші үйге апарып тастайтын болды. Көршілермен жақсы араласатын еді. Олардың да Майраның балалары қатар балалары болатын. Зере сол кездері түнде ұйықтап жатқанда біреу оятқандай болатын. Көзін ашса, есіктен аппақ киген атаны көріп, жылап анасын құшақтап жата қалатын. Қара терге түсетін анасы шошынған ғой деп сіріңкемен аластайтын. Таң ерте Зере айтатын, түнде аппақ киген ата келді деп анасы мүлде сенбейтін. Түс көрген болу керек, бала ғой, өз ойынан шығарып алған шығар. Солай күндер өте берді. Жаз айы болатын. Көрші үйдің балалары бәрі бірге ойнайды. Бір күні Майра көрші апамен бірге тойға кетті. Балаларға үй жақта ойнаңдар. Көрші балалардың әкесі үйде балаларға қарайтын болды. Ол кісі 1971 жылы туылған, бақша егіп, мал бағып отырған адам. Арақ ішпейді. Балалар ойнап отырған. Байқама Зеренің орнына тас тиіп, мұрнынан қан ағып, ауланы басына көтеріп жылады. Көрші аға балаларға ақша беріп, дүкеннен балмұзды алыңдар деп жұмсайды. Зереге де алыңдар деп өзі Зерені алып қалды. Мұрның қанап жүрер, үйде отыра тұр. Үйге кіргізді де өзі есікті іліп алды. Зере аң-таң, еш нәрсе түсінбейді. Бір кезде ешкімге айтпа, көп ақша берем деп Зерені құшақтап шешіндіре бастады. Сөйтіп өзі де шешіне бастады. Зере бақырып жылап қашты. Үстінде көйлегі болған, іш киімі сол жерде қалды. Қайта есікті ашып үлгерді. Ол кездегі есіктерде шегеден жасалған ілмешек еді. Түртсең ашылып кететін. Далаға қашып шығып, Зере дүкен жаққа қарай жүгірді. Бейбарыс көрші балалармен балмұздақ жеп күліп ойнап келе жатыр екен. Зерені көріп, неге жылайсың деп жұбатылды. Зере не дерін білмей, айтсам балалар мазақтайды ғой деп үндемеді. Анасына да қалай айтарын білмеді. Айтқысы келді, бірақ сенбейді деп ойлады. Сол күннен бастап Зере тұйықтала бастады. Бұрынғыдай өлең айтып, би билеуді қойды. Анасы балаларына онша көңіл бөлмейтін. Күнді жұмыста болса, кешке көрпесін көктеп, тоқуын тоқып, әйтеуір жұмыстан қолы тимей жүретін. Ол көршіге тастап кетеді. Зере ағасынан бірі елі қалмай, ана кісіден сонша қатты қорқады. Зере ішінен ертең өсейін, осы адамды өлтіремін деп қоятын. Күндерді өте берді. Зере мектеп табалдырығын аттады. Мұғалімдер тобырлатып балаларды бөлуде. Қыркүйектің бірі. Зере сыныпқа кірген бойда, апай, мен сабақ айтайыншы деп қояды. Әліппені жатқа білетін Зере сыныптағы ең үздік оқушы болды.
Екінші сыныпқа аяқ басқанда анасы Майра ағасы Бейбарыс екеуін шақырып алып, әкелерің жұмыстан келе жатыр, енді әкелерің болады деген сөз Зере үшін үлкен бақыт болды. Көз алдына елестетіп, әке деген күшті ғой, енді маған ешкім тиіспейді, көрші аға тағы тиіссе айтып беремін деп Зере қиялданып ұйқыға кетті. Түнде оятатын ата да көрінуін доғарды. Сол әкесі деген кісі өгей әкесі екен. Оны мектеп бітірген соң білді. Анасы өзінен 10 жас үлкен адамға екінші рет тұрмысқа шығып, солай отбасыларына өгей әкесі келді. Ол балаларды өз баласындай көріп жүрді. Зереге тәттісін әкеліп беріп, мүлдем ұрыспай, күнде жатарда ертегі айтып, керемет күндер өте берді. Майра дүниеге тағы қыз әкелді. Зере оған қатты қуанып, сіңілісін қатты жақсы көрді. Одан кейін ұлдары дүниеге келді. Баяғы еркелететін өгей әкесі қит етсе ұрысып ұратын халге жетті. Өз балалары құлап қалса, Зере мен Бейбарыс таяқ жейтін. Тоқ шәйнек бар болатын, соның шнурымен сабайтын. Сонда кейде көгеріп қалған жері болса, анасына соғып алдық деп өтірік айтатын. Өгей әкесі, осыдан анаң айтсаң, у беріп өлтіремін. Ешкім білмей қалады. Неге өлгендеріңді деп қорқытатын еді. Майра үнемі жұмыста, өгей әкесі үйде бала бағушы. Ол жұмыстан денсаулығына байланысты шығып кеткен. Ара тұра шетіні бар. Майраның көзінше балалардың жағдайын жасап, керемет әке бола қалатын. Анасы соған, менің байымдай бай жоқ деп мәз болатын. Өйткені үйдегі барлық жұмыс бітіп тұратын. От жағулы, тамақ дайын. Ол отынды Зере ағасы екеуі далада тістеріне тимей тоңып тұрып әкелетін. Оны Майра қайдан білсін? Екі беттері үсіген, тіпті Бейбарыстың қолы да үсіген кездері болды. Сонда өгей әкесі айтатын: мына балалар айтқанымды тыңдамай, далаға ойнап аязда жүрді, деп Бейбарыс пен Зерені кінәлайтын. Сөйтіп анасының таяғын жейтін. Солай балада бағып, үйді де жинап, сабақта оқып Зере бой жете бастады. Өгей әкесі бұрынғыдай емес, Зереге жылы сөйлейтін болған. Бірақ Бейбарысқа қатты болды. Мал бағу, шөп ору, бәрі соның мойнында. Ағасы кәдімгідей құл сияқты еді. Басқа балалар сияқты ойнамайтын. Велікпен айдаладан отын шауып қысқа дайындайтын еді. Өгей әке болса, балық аулаймын деп қолына арағын алып, таңда кеткеннен кешке келетін. Рахат өмір соныкі 2-3 балығын әкеледі. Майра оған жұмысқа шықпайсың ба десе, ойбай, аурумын, маған болмайды деп шығатын. Өгей әкесі қатын сияқты өсекші еді. Көршілермен сыйыспай, ақыры көршімен үй ішін араластырмай қойды. Оған бәрі жаман. Тіпті анасының туысқандарымен де ара қатынасын бұздырды. Еркек басымен айтатыны өсек еді. Бейбарыс мектеп бітіргенде өгей әкесі сыртқа барып жұмыс істесін, ел көреді, жер көреді. Ауылда жүрсе арақ ішіп бұзылады деп Майраны көндіріп, Бейбарысты Алматыға жұмысқа жіберді. Алматыда өгей әкенің інісі құрылыста бригадир екен. Соның қасына орналастырды. Бейбарыс өте еңбекқор, ай сайын ақша салып тұрды. Солай Майра мен Бейбарыс отбасын асырады. Зере ол кезде 9-шы сыныпта оқитын. Мектепте ең үздік белсенді болды. Жігіттер де хат жазатын. Зере өзінше болып хаттарды оқымай жыртып тастайтын. Қанша жігіттің бетін қайтарды. Себебі Зере көрші тұратын өзінен 5 жас үлкен жігітке ес-түссіз ғашық еді. Бала кезден бірге ойнаған, бірге жүріп, анекдот айтып күлдіретін. Сондай керемет адал жігіт еді. Оның да Зереге көңілі болды. Бірақ сезімін білдіруге ұялатын. Кездескенде амандасатын. Сол кезде Зеренің қолын қысып ұстап жібермей, Зере ұялғаннан жерге кіріп кете жаздайтын еді. Шіркін, алғашқы махаббат не деген керемет еді. Сол бір жанды көру үшін Зере үнемі ауланы сыпыратын. Ол да Зерені көрсе, мотоциклін шұқылап отыратын. Солай іштей сезімдерін тығып жүрді. Майра қызымен сырласпайтын. Вечерге сұранса жібермейтін. Ондай кезде өгей әкесі анасына ұрсып, жібер, қыдырсын, деп Зерені қолдап жүретін еді. Сондай сәттерді пайдаланып, өгей әкесі өзін жақсы әке ретінде көрсетті. Зере, әке деген осындай болады екен ғой, деп сенді. Тіпті өгей әкесі, маған сырыңды айт, ешкімге айтпаймын, деп бірте-бірте Зеренің сеніміне кіре бастады. Әке деген қызымен ашық сөйлеседі. Ақша керек болса, вечерге баратын болсаң да менен сұра. Мен сенің әкеңмін,
деді. Зереге жігітпен жүр, көңіл көтер, деп ақыл айта бастады. Зеренің алғашқы махаббаты ислам. Зере қайда жүрсе, ол да сонда жүреді. Зере вечерге барса, үнемі үйге дейін әкеліп тастайды. Екеуі көп әңгімелесетін. Бірақ ол сезімін мүлде ауызбен айтып жеткізген емес. Солай жүргенде әкімшілікке көрші ауданнан Зереден 4 жас үлкен Ержан есімді жігіт келді. Қыздардың көзі сол жігітте. Мектепте де сол жігітті айтады. Ержан үй жақтағы көршінің туыстары екен. Машинасы бар, оқыған, сымбатты жігіт. Ержанның көзі қаншама қыздың ішінен Зереге түсті. Сыныптағы ұлдар қыздарға хат тасушы, хабар жеткізуші еді. Сол ұлдардың бірі Зереге хабары келді. Сені Ержан ұнатып қалыпты, кешкісін кездесуге шықшы деп. Зере Ержанды үй жақтан көретін. Түрі әдемі болса да менмен тәкаппар сондай сияқты көрінген. Сыныптағы ұлға мен онымен кездеспеймін деп кесіп айтты. Жаз айы болатын. Жастар концертке баратын. Үйге әкесі рұқсат беріп жіберді. Ислам екеуі күніге кездесетін. Бірақ сезімдерін екеуде жасыратын. Бір күні Зеренің туған күні болды. Кішігірім қыздар балалар жиналып отырыс болды. Сол күні Ислам аяқ астынан туыстары қайтыс болып, қалаға кеткен. Исламның туысқан қарындасы Зеренің сыныптасы. Бар жаңалықты сол айтып отыратын. Сол қарындасына Ислам айтады екен. Мен Зерені қатты жақсы көремін. Сезімімді Зере мектеп бітіргенде білдіремін деп. Сол қарындасына айтып, Ислам Арифлеймнен алға тапсырыс берген екен. Зеренің туған күнінде өзі болмаса да сыйлығын қарындасы әкеліп берді. Зере қатты қуанды. Сүйетінін осылай тағы білдірді. Туған күннің кешінде жастар болып, бәрі көшеге шықты. Күтпеген жерден Ержан да машинасымен келе қалды. Қыздар жеткізіп салайын деп ол да болмады. Онсыз да қыздардың арманы болған. Бәрі мініп алған. Зере тұр. Қыздарға жаяу жүрсе қайтеді деп қояды. Машинадағы қыздар қолынан тартып мінгізіп алды. Қыздардың бәрі үйлерінің жанынан түсіп қалды. Зере мен сыныптас қыздың үйлерінің арасында 3 үй бар тұғын. Ол да түсті. Зере де түсейін дегенде Ержан қолынан ұстап, жеткізіп саламын. Көлігінің есігін тез жаба сала, ауыл сыртына қарай зулады. Зере жылап, қайда барасың, тоқтат көлікті. Жалына айқайлады. Ержан, қорықпашы, сен мен оңаша сөйлесемін, деп жұбатуда. Содан көлікті тоқтатып, Зереге көптен бері ғашық екенін айтып, менің қызым болшы, деді. Зере келіспеді. Менің жігітім бар, жүрегім бос емес. Десе, Ержан өтірік айтасың. Сен туралы сұрастырдым. Ешқандай жігітім жоқ. Зере, бәрібір саған ешқандай сезімім жоқ. Ержан, көлігім бар, әкімшілікте жұмыс істеймін. Маған қыздардың қолы жетпей жүргенде сенікі не? Деді. Зере, онда сол қыздарыма бар. Маған сендей жігіт керек емес. Жігіт ашуланып, үйге әкеліп тастады. Бұдан кейін Зере кешке көшеге мүлдем шықпады. Бір күні құрбысы келіп, мәс саған, сені қыздар Ержанмен жүріп жатыр дейді ғой. Тіпті өзің сөз айтыпсың, деді. Мына сөздерден кейін Зеренің жүрегіне біреу пышақ тыққандай болды. Сыныптағы ұлдар да, мәс саған, сені күшті сүйседі, дейді, деп мазақтай жөнелді. Зере өзінің ондай әрекет жасамағанын қалай дәлелдемекпін? Қатты күйінді. Дүкеннен келе жатқан Ержан жігіттер болып тұр екен. Қасына барып жігіттердің көзінше, сен оңбаған мен туралы не өсек айтып жүрсің? Десе ол мысқылдап, сен менің бір күндік ермегімсің. Зере жылап жіберді. Айтар сөзін айта алмай, ащы өксік тамағына тығылып жылай берді. Келіп бәрін өгей әкесіне айтқан. Ол өтірік ашуланғандай болып, осыдан көрейін, басын жұлып аламын, деп қояды. Шынымен басын жылар болса, көрші үйде тұрады ғой. Барып сазайын беруіне болатын еді. Зеренің көрші сыныптас қыз нағыз сатқын екен. Зеренің сол оқиғасын былай жеткізіпті. Зере көліктен түспей Ержанға қыдырайық деп айтты. Бұны естіген Ислам қатты ашуланып, тіпті Зерені көрсе теріс айналатын халге жетті. Исламның туыс қарындасына, менің кінәм жоқ, деп айтқан болатын, сонда да ешкім сенбеді. Зеренің көңілсіз күндері өте берді. Күш жүгерін жиып, ұбытыға дайындалды. Еш нәрсе ойламауға тырысып, күн түн демей сабақ оқыды. Ислам Зереге ашуланып, басқа қыздармен жүріп, одан қалса жаңа көлік алып, Зеренің жүрегін ауыртты. Зере мектепті үздік бітіріп, ұбытыдан 110 балл жинады.
2 сабақтан 4 алып, алтын медальдан айырылды. Медаль алмасам да оқуға түссем екен деп ойлады. Сол кездері өгей әкесі ішімдікке әуес болды. Зере облысқа барып, оқуға түсетін қала таңдауы керек болған. Анасы, өзің бар, балаларға қарайтын адам жоқ, деп бармады. Зере ешқашан үлкен қалаға барып көрген емес. Майраның облыста әпкесі тұратын, сол күтіп алатын болды. Алғаш рет Зере сол кезде қарапайым Samsung телефонын ұстады. Шыр етсе құлағы елең етіп, телефонды қызық көріп қайта-қайта ұстап қояды. Облысқа пойызбен барды. Ішінде өзбек жігіттер тиісіп, танысайық, кейбірі өзбексің бе? Зере назана, таныспайым, қазақпын деп қояды. Облыста бөлесі күтіп алды. Шай ішіп алып, Зере бірден ұйқыға кетті. Таңертең тұрған Зере олардың біреуі еріп барады екен деп ойлаған. Бірақ өзің бар, мына маршрутқа мінесің, әкімшіліктің қасына түсесің. Сосын адамдардан сұрап ал. Анасының әпкесі солай құтылды. Зере жетім бала сияқты тамағына өксік келіп жылауға сәл-ақ қалды. Үйден атып шығып маршруткаға отырып әкімшіліктің алдына жетем дегенше бір жылап алды. Әкімшіліктен түсіп жолдың арғы бетіне өту керек екен. Пешеходтан өтуге Зеренің қорққаны-ай. Көліктер зулап өтіп жатыр. Солай тұрғанда бір жігіт, қарындасым, өткізіп жіберейін, деп Зере ұяла-ұяла өтті. Құжат тапсыратын жерге келсе, қабылдау күні өтіп кетіпті. Анасы да Зере де дұрыс білмей ауылда жүре беріпті. Енді құжат қабылдамаймыз, деп шығарып салды. Қатты өкініп жылады. Қанша жыл оқығаны бір сәтте күйді де қалды. Үйге келіп тамақ ішпей құр сумен жылаумен 3 күн өткізді. Оны жұбататын ана да, әке де, тіпті анасының әпкесі де болмады. Анасы Зереге, келесі жылы түсесің, деп тұтқаны қоя салды. Зере ақылы оқытыңдар дегенде, қай ақша оқисың? Анасының айқайы әлі есінде. Содан әпкесі үйде қалып жұмыс істе, ақша төлеймін деген еді. Әпкесі базарда жұмыс істейтін, 4-5 оқитын балалары бар. Тамағын дайындап, әпкесінің өзіне де тамақ істеп базарға таситын болды. Одан қалса үйді тазалап, сол үйдің қызметшісі. Ақша беремін деген әпкесі кейін жинап бірақ беремін деп алдады. Үйін жинап, кірлеріне дейін жуып, Зере соған алданып жүре берді. Әпкесінің шарбағының ішінде временкасы бар. Соны 2 студент жалдап тұратын. Басында Зере білмейтін. Дүкеннен келе жатса, артынан бір жігіт еріп келеді. Қарындас, танысайық. Зере қабағын түйіп, таныспаймын деп кіріп бара жатса, ол да келе жатыр. Қорқып кеткен Зере, сіздікі жай ма? Десе күліп тұрған жігіт. Мен де осында тұрамын деді. Жігіт есімін Айбол деп таныстырды. Зере есімін айтпай, өзің тауып ал, үйге кіріп кетті. Ол кезде Зере шашы ұзын, ақ сары қыз. Үйден шықпай ағарған еді. Кешке есіктің алдына үстелде әпкесінің балаларымен шемішке шағып отырған. Сол кезде Айбол Зеренің есімін әпкесінің балаларына шоколад пен кола беріп сұрап біліп алды. Содан отырып біраз сөйлесті. Өте жақсы жігіт екен. Айбол Зереден бір жас үлкен. Сыпайы, дос ретінде араласып тұруды сұрады. Сөйлесетін ешкім жоқ болған соң, Зере де келісті. Зере күнде кешке есіктің алдына отырады. Ол да келеді, үнемі бос келмейді. Кола шемішке балмұздаға келеді. Зере ішіп жеуге ұялып, бөлелеріне береді. Олар мәз болып жейді. Бір күні Айбол Зереге агентке кіресің бе деп сұрады. Зере, жоқ, телефоным простой деген. Ертеңіне Nokia 27 деген жаңа телефон әкеліп тұр. Саған сыйлығым. Зере алуға ұялып, жоқ керек емес, десе де болмады. Қасына телефонды қойып өзі кетіп қалды. Телефонды алып ертең көрсем қайтып беремін деп ойлады. Бірақ телефонды ашса ішінде жаңа номер. Бірлігі де бар. Агент логин пароль бәрін ашып қойыпты. Зере агенттің қалай қолданатынын да білмеді. Түнге қарай Айбол телефон ұнады ма? деп звондаған еді. Зере ұялып, менің өз телефоным бар, ертең қайтарып беремін бұл телефонды, деген болатын. Айбол, онда достығымыз бұзылады, қатты ренжіп қаламын. Зере, жарайды, уақытша ұстай тұрамын. Кешке тағы сол есіктің алдына кездесті. Айбол агенттің қыр-сырын түсіндіріп, екеуі біраз әңгімелесті. Екеуі керемет дос ретінде араласа бастағанда, әпкесі шет жағасын біліп қойып, Зереге ауылыңа қайт деді.
Қыз үндемей келісті. Айболға айтып еді, ол көңілсіз болып қалды да, маған тұрмысқа шықшы, деді. Зере негер білмей, мен әлі оқуым керек, үйге кіріп кетті. Ол кезде 18-ден енді асқан кезі. Түнімен ойланды. Жаспын, оқуым керек, ертең келін болып барғанда, ең болмаса дипломым болса. Бір жағынан Айболға достық сезімінен басқа сезімі жоқ еді. Ертеңіне билет алып ауылға аттанатын болды. Айболмен соңғы рет кездесіп, кешірім сұрап, достық сезімнен аса алмағанын айтып қоштасты. Ол қатты құшақтап тұрып, сүйетінін айтып жібергісі келмеді. Тіпті жылап жіберді. Зере біртүрлі болып телефонын берген алмады. Мүмкін маған ғашық боларсың, дос ретінде араласып тұрамыз, деген Айболдың үміті үзілер емес. Зере үнсіз келісті. Пойызға келді. Тағы бір құшақтаған сияқты болып, Зере Айболдың берген телефонын білдіртпей қалтасына салып жіберді. Босқа үміттендіргісі келмеген еді. Айбол Зерені пойызға жайғастырып, жол серке қайта-қайта тапсырып, Зеренің маңдайынан сүйіп өзі түсіп қалды. Зере көңілсіз, бір нәрсе бүлдірген адам сияқты, кешірші Айбол, кешірші, деп кете барды. Ауылға да келді, еш нәрсе өзгермеген. Өгей әкесі әлі шуын қоймаған. Үйде күнде ұрыс келіс. Анасы сол жұмыста, өңі солғын тартып азған. Зере анасына көмектесіп, көрпе көктеп, тоқып, кітаптарын да ұмытпай, келесі жылға оқуға дайындалды. Үй мен мал қораның тірлігі Зеренің мойнында. Ауылдағылардың көзі Зереде. Үйге келіп талайы қолын сұрады. Зере, тұрмыс құрмаймын, оқу оқимын деп бәрінің бетін қайтарды. Күндерде өте берді. Бірде алғашқы махаббаты Исламда сырттан жұмыстан келіпті. Ауладан бірін-бірі көріп, Зеренің бойынан тоқ жүргендей, жүрегі сыртқа шығып кетердей соққаны. Қанша ұмыттым десе де, сол бір алғашқы сезімді ұмыта алмады. Құдды бір көлеңке іспеттес. Қанша жүрсең де ізіңнен қалмайтындай. Жүрек құрғыр сол сезімді өшіре алмады. Сол күннен бастап Зере ауланы жиі сыпыратын болған. Исламды бір рет көрсе болғаны өзін әлемдегі ең бақытты жан санап, қиялына ерік беретін. Студенттер де жаздық демалысқа шыққан. Исламның туысқан қарындасы келіп, Зере екеуі ұзақ сырласып, нөмірін алып алды. Сол түні өмірі қоңырау келмейтін Samsung телефоны шыр ете қалды. Сыныптас қыз шығар деген оймен тұтқаны көдірген еді. Исламның даусын естіп, не айтарын білмей, сөз таппай сасқалақтап қалды. Ислам Зереден өткен күндері үшін кешірім сұрады. Зерені әлі күнге дейін ұмыта алмағанын, сүйетінін айтқанда Зере қатты қуанды. Солай екеуі кездесе бастады. Бір күні кездесуге шыққанда алтын сақина сыйлап, үйленейік деген. Зере келіспеді. Оқуымды қалай оқимын деген ой еді. Егер сүйсең, мені күтесің. Ислам да күтемін деп уәде берді. Бірақ менің бір ғана шартымды орындайсың. Ол шартым, менен басқа жанға қарамайсың, деді. Уәделескен ғашықтар өте бақытты еді. Күндерде сырғи берді. Бірде анасы Майра мен өгей әкесі тойға баратын болды. Өгей әкесінің туысқандары үлкен бас қосу жасап, балаларды әкетті. Үйде мал болғандықтан Зере үйде жалғыз қалды. Солардың жем шөбінде беретін Зере еді. Бауырлары өгей әкесі 3-4 күнге кеткен. Бірақ бір күннен кейін өгей әкесі келіп тұр, ішіп алған. Зере анасына звондады. Әкем үйге келді ғой. Анасы, біз оны іздеп жатсақ, кетіп қалған ба? Деді. Өгей әкесі ешкімге айтпай кетіп қалыпты. Өгей әкесінің туыстары басқа қалада тұрады. Зеренің ойында еш нәрсе жоқ. Оның тамақ шайын берді. Өгей әкесі ұйықтап қалған болатын. Ислам кешке кездесейік деп звондады. Зере де келсе кетті. Үйдегі тірліктерін бітіріп, түнгі сағат 11-лер шамасында Исламмен кездесуге шығайын деп жатқанда, әкесі оянып, су әкеліп берші, деп айқайлады. Зере суын апарып берген еді. Өгей әкесі суды сіміре ішіп болып, Зеренің қолынан тасқып ұстап алды да, жерге атып ұрды. Жүрегі дүрсілдей үрейлі дауыспен, әке, не істейін деп жатырсың, жібер, деп айқайлап жатты. Аузын табақтай лас қолдармен басып, осы күнге дейін бекер бақтым ба? Қанша ақша бердім?
Айтқаныңды істедім, соның өтеуі. Деген сөздерді айуан мысқылдай айтып жатты. Мен сенің әкең емеспін, салдақы. Әр жігітпен жүргеніңді естідім. Баққан менің еңбегімде бар шығар. Мен де сенің қызығыңды көрейін. Байғұс қызды зорлады. Зеренің ең қарғыз атқан түні сол еді. Енді бәрі бітті. Ешкімге керек емеспін. Енді бұлай өмір сүре алмаймын. Тәңірім сондай азап көретінде не жасым? Деп өзінен өзі жиіркенді. Ғашығымның бетіне қалай қараймын? Мынадай лас тәніммен оған қалай тұрмысқа шығамын? Деген ойлар жеп барады. Өз ісін бітірген айуан ешкімнің көзіне түспей кетіп қалды. Жылаған күйі жанары жастан құрғамаған Зеренің ойына тек өлу ғана келді. Мал қораға қарай жүгіре бұзауды тартатын арқан бар еді. Соны ала салып, іштей ғашығынан қайта-қайта кешірім сұрап күбірлей берді. Дарға асылатын жіпті де дайындай